Республикалық жалпы білім беретін пәндері бойынша Олимпиаданың екінші кезеңі өтіп жатыр. Дәстүрге айналған бұл сайыс ақпан айының 8-ші жұлдызында бастаған, ал бүгін мәреге жетті. Енді жеңімпаздар әділ қазы алқаларының арнайы тексерісінен кейін анықталады. Олимпиада Ақтау қаласының нөмір 11-ші мектеп лицейінде өтті. Мектеп санитарлық талаптарды сақтап, жоғары дайындалғандығы көрініп ақ тұр. Олимпиаданың мақсаты ғылыми білімді насихаттау, оқушылардың ғылыми қызметке қызығушылығын дамыту. Түрлі деңгейде Олимпиадаға қатысатын оқушыларды іріктеу дейді Ақмарал Жалғасқалиқызы. Теориялық білім мен практикалық білімін шыңдау, дарынды балдарды анықтау және білім берудің рөлін арттыру. Яғни басты мақсатымыз осы. Өздерінің құлшыныстарымен Олимпиадаға қатысып жатыр. Яғни оқушыларымызға сәттілік дейміз. Осы додада жақсы жеңістерге жетеді ғой деген үмітіміз мол. Бұл қалалық Олимпиадаға 449 оқушы қатысты. Әр оқушы өзіндік деңгейде дайындалып, өз бақтарын сынауда. Бірі терең ойға түсіп жатса, бірі көз ілеспес жылдамдықпен берілген тапсырманы орындауда. Бүгін Олимпиада ондай қатты қиын болған жоқ, себебі мен оның алдында бір-екі апта бұрын дайындалдым. Олимпиада өте жақсы өтті, маған өзіме ұнады. Моя подготовка, я очень готовилась с прошлой недели. Я старалась много чего заучивать, но некоторые, кажется, забыла, так как я нервничаю временами. Были очень интересные темы для эссе. Довольно, то есть современные, очевидно, но которые позволяют подумать о вещах с другой стороны, с довольно необычной. Пока что буду ждать второго тура, на котором будет уже проверка моих устных способностей. Ақтау қалалық білім бөліміне қарасты додаға түскен барлық мектептер осы сайыстың жеңімпазы болуға үміткер. Білікті бірді, білімді мыңды жығады деп бабаларымыз тегін айтпаған. Зейнін білімге қойған өскелең ұрпақтың тек айы оңынан тусын дейміз. Нұржай Амандаулетұлы, арнайы абыройлы жаңалықтары.